Ақпараттық технологиялар тоқтаусыз дамып жатыр. Алайда таяқтың екі ұшы бар. Оның қоғамға пайдасы көп, бірақ зияны да жоқ емес. Интернет арқылы адамдарды алдау қазіргі замандағы жаңа қылмыстардың бірі. Интернет қылмыстың 1/3 онлайн сауда кезінде жасалады. Жалған жарнамаларға алданатындар аз емес. Адамдар жеке деректерін күмәнді сайттарға енгізіп, сан соғып жатады. Киберқылмыс жеке деректерді ұрлау, онлайн алаяқтық және ірі корпоративтік шабуылдардан тұрады. Енді мемлекет бұл қауіпке қарсы нақты қадамдар жасауда. Соңғы жылдары онлайн алаяқтық мемлекеттің және азаматтардың қаржылық қауіпсіздігіне үлкен нұқсан келтіріп жатыр. Сондықтан киберқылмыспен күресу үшін антифрод орталығы құрылды. Биометриялық анықтау жүйесі енгізілді. Банктердің микроқаржы ұйымдары және байланыс операторларының жауапкершілігі күшейді. Өткен жылы Қазақстанда киберқылмыстардың саны артты. Мемлекеттік органдар мен бизнеске келтірілген шығындар миллиардтардан есептеледі. Сондықтан киберқауіпсіздікке қарсы тиімді заңнамалық база қажет. Бұл мәселе елімізде ғана емес, шетелдерде де өзекті. Интернет алаяқтық қылмыстың жылдам өршіп бара жатқан түрлерінің бірі. Халықаралық зерттеу ұйымының мәліметінше, соңғы жылдары осы қылмыспен келтірілген шығын миллиардтаған долларды құрап отыр. 2024 жылы кибер қылмыспен барлық мемлекеттерде өсіп бара жатыр. Мысалы, Америка құрама штатында 30%, Ұлыбританияда 33%, Оңтүстік Кореяда 13%, Испанияда 20%, Сингапурда 11%, ал Германияда 6%-ға өскен екен. 2024 жылы 14 мыңнан астам кибералаяқтық фактісі тіркелген. Жыл сайын өсім 22%-ды құрайды. Қазақстанда киберқылмыстардан келтірілген шығын 47,2 миллиард теңге. Сол шығынның төленгені 3,1 миллиард теңге. Жауапкершілікке тартылған адамдардың саны 907. Бұл қылмысты жасау үшін бір елде болу маңызды емес. Алаяқтар кез келген елде отырып пиғылдарын жүзеге асыра алады. Алайда оларды жауапқа тарту үшін екі елдің заңнамасына сүйену қажет. Сол қылмыскерлерді анықтадық, олардың базасынан қарадық. Действительно, біздің жәбірленушілер бар. Жаңағы шабуылу Қазақстанға істелген азаматтарына. Соны бекітемізді, өзіміз келіп, содан кейін осы Қазақстанда жәбірленушілермен жаңа жұмыс істейміз. 2025 жылы Қазақстанда жаңа киберқылмыспен күрес кодексі қабылданды. Кодекс киберқылмыстың барлық түрін нақты анықтайды. Құқық бұзушылыққа айыппұл мен түрме жазасын белгілейді. Мемлекеттік органдарға және бизнесті қорғауға арналған жаңа механизмдер енгізеді. Жаңа кодекс киберқауіпсіздікке қарсы кешенді жүйе орнатады. Ол жеке адамдардың, компаниялардың және мемлекеттік ұйымдардың ақпаратын қорғауды күшейтеді. Сонымен қатар киберқылмыспен күресетін мамандардың құқықтық және техникалық мүмкіндіктерін арттырады. Мемлекет басшысы 2025 жылғы Қазақстан халқына жолдауында бұл туралы нақты айтты. Киберқылмыстардың алдын алуға мүмкіндік беретін барынша интеллектуалды жүйе құру керек. Қажет болса тиісті заңға және құқық қорғау органдарының қызметіне өзгерістер енгізген жөн. Цифрлық әлемде қауіп әрқашан бар, бірақ жаңа кодекс Қазақстанның киберқауіпсіздікке қарсы тұрудағы иммунитеті. Әлеуметтік желілерде жеке деректеріңізге, банк есептеріңізге сақ болыңыз. Жау жоқ демеңіз, жар астында.